Біреулер көре алмаушылықтан таңға дейін ұйықтай алмайды. Біреулер уайымнан ұйықтай алмайды. Біреулер билігінен ұйықтай алмайды. Біреулер байлығынан ұйықтай алмайды. Біреулер басқа уайымнан ұйықтай алмайды. Ұйықтатпайды мына дүние. Бірақ сол ұйықтататын нәрсе не екен адамды? Пайғамбарға айтылған салауат жүрекке не әкеледі дейді? Жүрегіңдегі қайғыңды сейілтеді дейді. Бүкіл адамның жүрегінде қайғысы бар. Дұрыс па? Кім айтады мен 4 құбылам тең деп? Біреу айта ала ма? Ешкім айта алмайды. Алла бүкіл пенденің каналдарының бір каналын қысып қойған осылай. Тәкаппарланып кетпес үшін пенделер жердің бетінде. Дұрыс па? Әркімнің өзінің бір кем дүниесі бар. Оны маған айтпауыңыз мүмкін, басқа біреуге тіпті әйеліңізге айтпауыңыз, бірақ не? Ол бар. Әркім өзінің сырын өзі жақсырақ біледі. Енді сол іштегі ауруларды жай емдейтін нәрсе не деп жатыр? Ей өбай, сенің ішіңдегі қайғы, қасірет, дертіңнің бәрін салауат емдейді деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Екінші не? Ва юғфару лака замбук, Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Дүниелік айтты ма? Сендердің салауаттарың сендерді тазалайды деді ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Жүрегімізді тазалады ма? Болды ғой, жүректің тазалығын арты не керек енді? Рахат, ұйқы, тыныштық, жүрегіңе Алла амандық пен тыныштық, сәкина салып қояды, дүниеде. Ақыретке ше? Юғфару лака замбук деді пайғамбар. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Ненің құрметіне? Пайғамбарға айтылған салауаттың құрметіне екен, саллаллаху алейхи уассалам.